40%-ге умуми ички махсулатының арттырывы ве 1 миллион яңы иш ері. Украина баш назиры Алексей Гончарук үкімет ишінің мақсатларыны білдірді. Бу вақта о президент Юқары Рада реберлері ве қанун қорuyucu органлар ile көрішівде хабер етті. Приоритетлер арасында Назир yollar тамиры, ава лиманлары иші ве фиатлар эксультовы олғаны айтты. Bir ay içinde Nazirler Kabineti işinin tafsilatlı programmasını hazırlayacak. Aynı zamanda Prezident kaydetti ki islahatlar için hakimiyetinin siyasi intılışı var. Епысы кереклі ислатларны кечірмек үшін уникаль бір вазиет бар, уникаль бір фырсатымыз бар. Бұңа президентінің сияси интылышы бар. Юқары Раданың үкіметінің әкіметінің де. Ялыңыз бір вақтың дегіл. Жемиет Украинада бір шейлер ішлеп башлай жағыны еллар девамында беклемейджек.